Play sure? No. Leisure. Play sure? No. Pleasure. Сәлеметсіздер ме? Ағылшын тілінде оқуға қиналасыңыз ба? Біз бүгін осы тақырыптың 3-ші сабағын өтетін боламыз. Біз бүгін ағылшын тілінде сөздерге жалғанып, ерекше оқылатын кейбір суффикстер туралы өтетін боламыз және олардың оқылуын үйретемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Олар қандай суффикстер екен мұқият тыңдаймыз. Бірінші суффикс ол шуы, бірақ оқылады ж. Мысалы, мәжі, пләжі. Келесі жалғау ол ч, туре деп жазылады, бірақ ч деп оқылады. Мысалы, криче, пикче. Келесі жалғаулар тион және сион оқылады шін деп. Мысалы, translation, permission. Келесі ол сион деп жазылады, бірақ жін деп оқылады. Мысалы, television. Келесі шын деп оқылады, ол көбінесе мамандықтарда қолданылады. Мысалы, politician, musician, optician. Келесі hood және teen жалғаулары, мысалы, childhood, 17. Келесі T, li, fi, si деп оқылады. Бұл жалғаулар, мысалы, activity, lovely, satisfy және accuracy. Келесі H және S жалғаулары, мысалы, marriage, dangerous. Келесі жалғаулар able және able, мысалы, changeable, responsible. Келесі суффикс ол esque деп оқылады, мысалы, picturesque, sculpturesque. Суффикстер, яғни жалғаулар ағылшын тілінде өте көп. Менің тақырыбым оқу болғандықтан мен ішінен ерекше оқылатын суффикстерді теріп алып сіздерге таныстырдым. Алдағы уақытта суффикстер деген тақырып болады. Оны біз терең өтетін боламыз. Егер менің сабағым сізге ұнаған болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және менің каналыма тіркеліңіздер. Назар аударғандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.